Құрметті қыз-келіншектер, мен сіздерге бүгін қаптама жүзікті таныстырғым келіп отыр. Қараңыздар, қандай әдемі жүзік. Қаптама аталу себебі бұл полностью құйылған сақина, бітеу жүзік, яғни асты ашық емес. Бұл полностью барлығы размермен жүреді, өзінің размері болады. Ақ түрде, қара күміс түрінде және позолоченный, яғни сары жалатылған түрінде жүреді. Бұл сақинаның бетіне қараңыздар, мына жерде шеңбер бейнеленген, яғни бұл біздің қазақтың шаңырағын бейнеленді. Сонымен қатар шексіздіктің белгісін білдіреді. Сонымен қатар айналарында мынандай түртіктер бар. Бұл бізде қолөнерде жаңағы сіркелеу деп аталады, яғни бидайды, арпаны білдіреді. Яғни нан көп болсын, ас көп болсын деген мағынаны білдіретін біздің элементтер. Ауыз екі тілінде бұрын біз бұл сақиналарды кемпір сақина деп айтылатын еді, бірақ қазіргі таңда бұлар қаптама жүзіктер деп аталады. Ертеде бұны кемпірге тағатын болса, қазір заманның талабының өзгеруіне байланысты оны орта жастағы қыз-келіншектер де апайлар да таға береді. Сондықтан осындай үлкен жастағы сақиналарды тағу бәрімізге бұйырсын. Біздерге келіңіздер, олар біздерде бар.